сәлеметсіздер ме әңгіме айдар оқырмандарым. Бүгін сіздермен оның бір аты өкініш екен атты әңгіме қозғайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тыңдап, өз ойларыңызды комментарийға жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Нұрберген қайтып оралады деп Гүлмаржан ойлаған емес. Себебі екеуінің жолы екі айырылды ғой. Дұрысы ол туралы енді ойлағысы келген жоқ болатын. Шындығында сол қайғысы қалыңдап, уайымы молайған кездің өзінде-ақ бұдан былай мүлде ұмытуым керек оны деп шешкен. Өйткені мұны жапан түзде жалғыз қалдырып кеткен сол Нұрберген. Табанының бірі жоқ жан болып шықты. Себебі ол ата-анасының сөздерін жерге тастай алмай, Гүлмаржанды басқа қызға айырбастап кетті. Ол бұған нұр берген жоқ, у берген болды. Алайда ұмыту керек деген нәрсе ұмыта қою емес екен. Тіпті бұл Гүлмаржанның өзіне мүлде бағынбайтын, мұнымен тіпті санаспайтын дүние болып шықты. Асау толқын жағаға лақтырып тастаған жалғыз балықтай әуелде ауа жетпей тұншығып тыпырлаған кездері аз болған жоқ. Дені сап-сау адам өстіп жанын қоярға жер таппайды екен дегенді бұрын біреу айтса, сене қоймас едім. Және аяқ астынан бірдемде дүлей дауыл көтеріп әкеткенде бар ойының тас-талқаны шыққанын, көкірегінің ел көшкен жұрттай қаңырап бос қалғанын айтсаңшы. Жалпы махаббат дегеннің бір аты өкініш екен ғой. Тіпті өкініш болғанда да удай ащы өкініш екен. Неге көрдім, неге сендім, неге сүйдім. Әйтеуір содан бері Гүлмаржанның ішкі дүниесі осындай күйдіргі, жауабы жоқ сұрақтарға толған. Енді сол Нұрбергеннің бұл араға, мұны жатақханасына не деп іздеп келетін жөні бар. Бәрі бітпеп педі, әлде қашан. Ол үшін Гүлмаржан деген адам енді жоқ бұл дүниеде. Гүлмаржан жоғалған. Дәл қазір бөлмесінің алдына келіп мұңымен жолығысып бір ауыз болса да сөйлесіп қалуды өтініп, жалбарынып тұрғаны несі? Гүлмаржанның қасында қазір Омар бар. Шыны керек, Омарды Гүлмаржан жете білмейтін еді. Онымен танысуында Нұрбергенге іштей ерегесуі де жоқ еместі. Сен өйтсең, мен бүйтемін дегендей өш алу тәрізді бас-аяғы жоқ бір түсініксіз. Бұрын Гүлмаржан басынан кешпеген беймағлұм қырсық, қырыңғылық та бар болатын. Ал қырсық дегеннің зор қасиеті де сонда шығар. Мұның ақырының неге соғатынына мән бергізбейді емес пе? Омар университеттің физика факультетінде оқиды деп Гүлмаржан сырттай курстас қыздардан естіген. Бұрын оны тіпті назарына ілмеген екен. Негізі оның көбінше кітапханадағы оқу залында көретін. Ол әйгілі кітап кеміргіштердің бірі болатын. Қашан болса да айналасындағылармен ісі жоқ, өзіне түсінікті жазу сызумен отыратын. Қыздарға қыры жоқ сияқты болып та көрінетін. Ұзын бойлы, қоңырқай, қазақи өңді. Рас, гимнасттарға тән сымбатты денесін тік ұстап жеңіл қозғалатын. Әскер қатарында азаматтық борышын өтеп келгені осынау ширақтығынан да сезілетін. Ауған соғысында болып атыстар мен жарылыстардың тепіріш көрген жергілікті тұрғындарға, балалар мен әйелдерге ол үлкен көмек жасаған деген мәліметтер қатарластарынан оны оқ бойы озық көрсететін. Несі бар? Кейбіреу аз ғұмырында да осындай көп ізгі нәрсе жасап үлгереді. Бірақ осылар үшін ғашық болайыншы деп ғашық бола салу қолдан келмейді ғой. Және де сүю үшін нақты қандай факторлар керек екенін, немесе қандай мінез қасиеттер жалындап тұру керек екенін дөп басып ешкім де айта алмаса керек. Қалай дегенде де Омардың бүкіл болмысының бір өзгеге тұрақтылық, ішкі сенімділік, адалдық байқалатын. Ал өзінің жеке тіршілігінде жан дегенде жалғыз анасы бар. Ол әрдайым Омардың қолдаушысы, әрі ақылшысы. Әкесі болса, оны айтпай-ақ қойсыншы, сері жігіт еді. Бір сұлуды тауып соның соңынан кетті. Әйелін де баласын да тастай салды. Махаббат деген сондай да болатын шығар деп, аналы-балалы екеуі оған да көнді. Кешірді. Әйтеуір осы жолғысы шын болғай деп әсіресе Омар сол жаңа отбасының тілеуін де тілейді тіпті. Оның үстіне қазір еркек пайғамбарымыз тәрізді 4 әйел ала алады дегенді желеу етіп алғандар көбейе бастады емес пе?
Ата-баба салтында ондай мысал бұрыннан-ақ әйтеуір бәйбіше-тоқал мәселесін бір ойлап тапқан жоқпыз дегендер де жеткілікті. Салт пен дәстүрдің тереңінде сан емес сапа жатқанын ойлай бермейді. Қайтесің? Адамның басына ақыл құю шелекке су құйғандай оңай шаруа емес, және дүниенің даңғыл жолына шығып үлкен өмірді бастау деген жаңа киім кию секілді жеңіл емес. Оны кім білмесін? Ол ең алдымен өзің жайлы ойланудан, кіммін, не істеп жүрмін деген бір қарағанда аса қарапайым көрінетін сұрақтардан басталса керек. Әйтеуір біздің Омар бұл сұрақтарды өзіне айналасындағылардан бұрын қоя білді. Әрі жалқаулыққа салынып, ертең деген ертегіге ерген жоқ. Жаңалықтың бәріне алдымен ұмтылуға құлшынды. Өзін-өзі жетілдіруді қарапайым спорттан бастауды ойлады. Оның ең қолжетімді түрі үйінің айналасында күнде ертегісін жаттығу жасаудан, жүгіруден бастады. Омар стадионды өзімен бірге серіктес болатын достары Өйт-Бүйт деген ұстаздарды іздеген жоқ. Балалық шақтың бал күндеріне тәтті нәрселерді қосуды емес, ащы тер араластыруды жөн санады. Әскер қатарынан аттанғанда да азаматтық борышын өтеп қайтқан соң да бұл өз бетінше шығыну, ширығу жұмыстарын жалғастыра білді. Ал Гүлмаржан мен Омардың таныстығы ойламаған жерден болды. Жазғы емтиханның алды болатын. Жалпы бір жағынан көктем мен жаз сұлулығы мен құдіретіне орай арқаны кеңге салып қыдырып жүретін жайлы мезгіл ғой. Сылқым сері қыз-жігіттердің көпшілігі соған орай тек емтихан жақындағанда ғана сабақ деп тымпырши бастайды. Ыстық күнде әбден қаталап суатқа бас қойған малдай мұңдай шақтарда бәрі әйтеуір оқу залдарына қарай ағылады. Студенттерге қашан да бір күн жетіспейді деген ойдан шығарып алған өз мәтелдері бар да белгілі. Әйтеуір бәрі кітап қағазға шұқ жиятын мезгіл. Мұндайда қашан көрсең де оқу залында ине шаншыр орын болмайды. Дәл осындай бір күні Гүлмаржан оқу залына ертерек келсе де бірде-бір бос орын жоқ болып, есік жақта дағдарып тұр. Сонда да болса бұрылып шығып кетпей, біреу-міреу орын босатып қалар деген үмітпен жан-жағын жай шолып тұр еді. Міне керемет, үлкен залдың алыстау терезе жағындағы үстел басында бір орын босаған тәрізді. Гүлмаржан сабақ оқып жатқан елге бөгет жасамау үшін жайлап басып, әлгі үстелге жақындап келіп еді. Сол арада отырған жігіт те бір сәт кітаптан басын көтеріп, оған сұраулы жүзбен қарап қалды. Қасыңыздағы орын бос па екен деді. Гүлмаржан күмәнді күйде ақырын сөйлеп. Себебі ол үстел үстінде қалың бір дәптер мен оқулық кітабы жатыр еді. Мен курстасыма орын алып қойған едім. Ол келмей жатыр. Отырам десеңіз бұл араны бос ұстап отыру енді дұрыс болмас, деді жігіт жай барақат үнмен сыбырлай сөйлеп. Рахмет, досыңыз келсе мен орынды бірден босатып беремін, деді Гүлмаржан. Жігіттің жылы жауабына риза кейіпте. Менің атым Омар, деді жігіт одан ары да жылы қабақ танытып. Ал мен Гүлмаржанмын, деді ол жаңа орнына жайғаса беріп. Біраздан соң екеуі екі мұхитқа түсіп кеткендей оқулықтарынан бас алмай, бірін-бірі мүлдем ұмытқан тәрізді. Гүлмаржанды әдебиет бір әлемге алып кетсе, Омарды алдындағы әртүрлі формулалар құбыла көлбеңдеп, көз көрмейтін көкжиекке жетелеп жөнелгендей. Кітаптан бас алмағандарын бірнеше сағат өтіп кеткенде барып сезген еді олар. Бұл уақытта студенттердің бір талайы кітап қағаздарын жиыстырып кетіп те қалыпты. Кеште болып қалған көрінеді. Сіз де шаршаған шығарсыз. Шынын айтсам, мен дайындықты аяқтасам да сізге кедергі келтірмейін деп манадан бері жай ғана отырмын, деді Омар байсалды үнмен. Шыны керек, бұл жағдайдан бейхабар Гүлмаржан абыржып қалды. Солай ма? Бұл қызық болған екен. Сіздер физиктер бәрін нақты бағалайтын есеп-қисап пен өлшеп-пішу жағына мықты шығарсыздар деп әзілге ойыстырғандай боп салқындау жауап қатты. Жалпы оның білуінше жігіттердің бір сөзі шын болса, екінші сөзі жалған болуы әбден мүмкін. Бәлкім, солай да шығар. Негізі сіз үлкен әңгіменің шетін бастадыңыз. Жүріңіз, байқауымша сізге де сәл-пәл тыныққан артық емес. Мен шынын айтсам, сұлу қыздар да ғылым-білімге дәл осылай, сіз тәрізді ерекше мән бере алады деп ойламаппын, деп Омар өз кезегінде шын көңілмен сәл томсырайып қалған қызға күлімсірей қарады. Мына сөздерге Гүлмаржан бірде не деп жауап беруді білмей тосылыңқырап қалды. Әзілі ме, шыны ма, әлде өтірік мақтап, бірақ іштей сынап
бұған менсінбей қарап отырған тәкаппар өзімшілдігі ме? Осы іркілісті пайдаланып қалғысы келген Омар, жүріңіз, қарсы болмасаңыз әңгімені сыртта жалғастырайық, деді қызға қиыла қарап. Едәуір шаршап қалғанын Гүлмаржан да енді сезіп, әрі дауысынан да еш жалғандық жоқтай көрінген мына бейтаныс жігітке бекерден бекер ашуланып, тіпті артықтау кеткенін ұғынып, бұл ұсынысты теріс көрмеді. Осылайша олар кітап қағаздарын жиыстырып оқу залынан сыртқа шықты. Омар Гүлмаржан ойлағаннан мүлде бөлек, пысық жігіт екен. Әйтеуір кейбіреулер тәрізді аузынан сөзі, қойнынан бөзі төсіп тұрған жоқ. Гүлмаржан, кафеге барып жеңіл тамақтануға қалай қарайсыз? Әрі ыстық кофе ішіп отырып әңгімелесейік, деді ол. Жақсы, мен қарсы емеспін. Әлгі сұлу қыздардың ақылы көп бола бермейді деген әңгімені де мүмкін болса бір жағына шығару керек шығар деп Гүлмаржан күлген болды. Жатақханадан едәуір алыстау орналасқан әдемі кафеге барар жолда екеуінің әңгімесі қыза түсті. Есе жібергісі келмеген Гүлмаржан әңгімені тіпті өзі бастап кетті. Қыздарға байланысты қияс ойлайтын кейбір жігіттердің аузынан жаңағыдай сөздерді талай естігенмін. Бір жігіт тіпті қыздармен 20 минуттан соң не жайында сөйлесуді білмейсің. Көбінесе сондай шектеулі бойжеткендер деп менсігені де бар. Сіз де сондай тәкаппар топтан боларсыз бәлкім, деп жігітке салқындау көз тастады. Жоқ, Омар сәл-пәл сасып қалды. Мүлде олай емес, сізді ренжіту ойыма келген емес. Жалпы ғалымдардың есебі бойынша ер азаматтардың миының салмағы әйелдердікінен едәуір көп болады екен. Нақтысы еркектің миы 310 грамм болса, әйелдерде 240 грамм. Бірақ адамдардың ойлау, сезіну қабілеті миы дегеннің салмағына тіпті де байланысты емес көрінеді. Оған да шүкір әйтеуір. Әйелдің шашы ұзын, ақылы қысқа дегенді неғырламасаңыздар болды. Үйтуге ешқандай хақым жоқ. Тарихымыздан батыр қыздарымыз, данагөй аналарымыз аз болмағанын білемін. Дәл осы сәтте күтпеген оқиға болды. Жай ғана аяңдап қараңғылау тротуарда алаңсыз жайбарақат келе жатқан екеуін жедел басып жеткен 3 жігіт қоршап тұрып қалды. Давай карманын алып қояйық, деді. Еңгезердей ұлты белгісіз бұжыр беттілеу Омарға шүйліге. Қандай статьямен, деді Омар да сескесіз танытып. Қазір түсінесің, деп добалдай қолын көтеріп сілтей бергенде Омар сұсты балтаны қағып түсіргендей жуан білектен сарт еткізіп салып қалды. Мұндай қарсылықты күтпеген болу керек. Қолы сылқ етіп жерге түскен бұжыр бет сәл аңтарылып қалды. Десе де қалғандары қарап тұрмады. Бірі иығынан итеріп, Омарды бірі аяғынан түйіп, апыл-ғұпыл үшеуі қосамжарланып тіпті бастырмалатып барады. Ереже сақтамайтын көше төбелесінде жоқ Омар да әуелде сәл сасып қалғандай. Бірақ есін тез жиып алдымен тиіскен дәуді оңтайлы приеммен бірден сұлатып түсіргенде қалған екеуі абдырап, не қашарын, не жерге жатқан досын орнынан көтерерін білмей дағдарды. Осы кезде Омар мына көріністен шошып қалған қыздың иығынан құшақтап, қорықпа, көшедегі әлсіздеу көрінген жандардан тиын-тебен қаққан мынандай бұзақылар жігіттердің санына кірмейді, деп сенге қалай көшіп кеткен аңғармастан ілгері алып кетті де денесінің дірілі әлі басыла қоймаған Гүлмаржанды құшағына босатпай қайта қыса түсті. Біраз уақыт екеуі де үндемей жай басып жүріп келеді. Ауылда ойыны бар, шыны бар. Балалармен алыс-жұлыс төбелесіп өскенмін. Әскерде жүргенде әрі университетке оқуға түскенде күрестің сан түрлі тәсілін жетік меңгергендіктен біз ешқашан біреуге алдымен жұдырық жұмсамаймыз, деді Омар үнсіздікті өзі бұзып. Ал жаңағыдай өздігінен тиіскен бұзақыны амалсыз орнына қоюға тиіс болдым. Сен кешір, өзіңді қорқытып алдым, білем. Жоқ, Омар, бәрі аяқ астынан болған соң аздап абдырап қалдым, деді Гүлмаржан ойлы қалыпта. Нағыз азамат жүрегін еліне, жанын Құдайға береді, ал намысын ешкімге бермейді деген ғой халқымыз. Негізі керек жерінде есе қайтара білу керек. Жігіт болсам, жаңағы жерде қараңғылық пердесін жамылған жаңағыдай қорғауға қарсы мен де солай істемекпін, деді. Енді өте нық дауыспен. Ал қыз болғаның мен үшін үлкен бақыт, деп күлімсіреп тоқтай қалып Омар Гүлмаржанға соншалықты бір мейіріммен сүйсіне қарады. Орайын тауып-ақ кеттің, деп Гүлмаржан да тұңғыш рет күліп қалды. Ішінен жігіттер қашан болсын осындай тапқырлық танытып жатады, және әрдайым осылай желдің өтінен тұрады.
бұл не деген ерекше жаратылыс деп ол әрі таңырқай әрі сүйсініп келеді. Омар, деді Гүлмаржан сәлден соң сөзін жалғап, болашақта меніңше сен ғалым болатын тәріздісің, солай ма? Бұл маған айтылған жақсы лебіз болды. Ғылым жолына түсу әрине менің арманым. Себебі табиғатта әлі ашылмаған құпия нәрселер аз емес. Физика саласын таңдауым да сондықтан. Ғалым болуды армандамасам да ілім-білім мәселесі мені толғандырады. Мен биолог не дәрігер болмасам да өзімді таң қалдырған нәрселер аз емес. Мәселен, ананың құрсағында пайда болған тіршілік иесінің мерзімі 4 аптаға қарағанда сәттен-ақ оның жүрегі соға бастайды екен. Бірақ сол жүректің соғуын іске қосатын күш неде екенін ғылымда жауап жоқ көрінеді. Ол табиғаттың өз шаруасы, өз құпиясы шығар. Адамға оның бәрін білудің немесе табиғат құпиясына араласудың кейде керегі жоқ та шығар. Енді Гүлмаржан үнсіз қалды. Шынында бір адам бәрін білуі ол тіпті қажет емес шығар. Себебі мүмкін емес қой. Ең бастысы бұл өмірде адамгершілікті сақтап, адал жүрсе жеткілікті шығар. Бұл тұрғыда өздеріне жастарға ең жақыны әрі түсініктісі махаббат, сүю, сүйіспеншілік жайттары болар. Біздің заманнан кейінгіге үлгі боп, өнеге боп қалатын қандай махаббат бар деп ойлайсың, Омар? Мәселен, білуімше Ләйлі мен Мәжнүн махаббаты бізге арабтар арқылы 7 ғасырдан жетіпті. Бәлкім, ондағыдай ертегі аңыздардағыдай махаббат бүгін болмайтын да шығар. Енді жігіт тосылып таң-тамаша қалды. Қалай сөйлейді мына қыз? Бұл саған физиканың дайын ережелері емес. Сол дайын ереженің өзін оқып біліп меңгеріп жатқандар да соншалықты көп емес қой. Я, кешегі мен бүгінгі бір-бірінен бөлек. Себебі заман өзгерген сайын адам да өзгереді. Өзгермейтін тылсым ол махаббат сезімі болар. Бірақ ол да әр пенде өз басынан өзінше кешетін, өз жүрегімен сезетін жеке хал, жеке меншік сезім. Жеке меншік? Я, бірақ ол адамды жеке меншіктеп алу дегенім емес. Ол өз сүйіспеншілігін ешкімге, ештеңкеге айырбастамайтын, сөзбен жеткізіп болмайтын, тек бір өзіне ғана аян құштарлық дегенім. Бұл әлгі эгоизм деген күштіге ұқсайтын қорқыныштылау жекеменшік сияқты. Жоқ, ол пенденің бәріне тән табиғи, бірақ ортақ қазанға түспейтін дара дүние. Ерекше сезім дегенім ғой. Гүлмаржан дұрыс деп те, бұрыс деп те ештеңке айтпады. Себебі бұл нәрселер жөнінде көпшілікке айтарлықтай кесіп пішкен тәжірибесі жоқ болатын. Осындай алуан тақырыпқа секірген әртүрлі тақырыптағы әңгімелермен уақыттың талай жерге барып қалғанын да сезбепті. Ұмытқан дүниесі еске түскендей болған Гүлмаржан аяқ астынан: Омар, қайтайық, шынын айтсам кафеге енді барғым да келмей қалды. Мен емтиханға әлі дайындала түсуім керек. Соңғы түйенің жүгі ауыр деп жатады ғой. Соңғы емтиханнан сүрініп кеткенім жарамас, деді сыпайы жүзбен. Әрине, университетті сен секілді қызыл дипломға бітіріп жату екінің бірінің ғана қолынан келетін шаруа. Артыңа сыртыңнан қанық едім. Солай ма? Дегенді айтпай іштей ғана таңырқап қалды Гүлмаржан. Танысқаныма қатты қуаныштымын. Бұл маған тағдырдың жасаған ерекше сыйы болған. Жақсы, рахмет, кедергі жасамаймын. Емтихан тапсырып болған соң тағы келуіме рұқсат ет, деді. Гүлмаржанның нәзік қолдарын алып тұрып, көрерміз, сау бол, деп Гүлмаржан сыпайы қоштасып жатақханасына қарай тез басып кетіп қалды. Осы көріністер жай оғындай жарқылдап Гүлмаржанның көз алдынан дәл қазір аса бір жылдамдықпен өте шыққан еді. Есік қаққан дыбыс қайта естілгенде манадан үнсіз отырған Гүлмаржанның ойы тағы бөлініп кетті. Қыздар, Гүлмаржан деген бикешті бір жігіт шақырып тұр. Ол өзі бар ма, жоқ па? Бағана бір келіп сұрап кетіп едім. Жігітті әбден зарықтырдыңдар ғой, деді әлгі қыз пысық-ақ екен, өзінше еркінсіп. Гүлмаржан шай басып оның қасына келіп: сен оған айта ғой, мені енді ешқашан іздемесін. Қазір мұнда баяғы Гүлмаржан емес, басқа қыз тұрады, деді. Мейлің, дегенде иығын қиқаң еткізіп аң-таң болған пысық қыз оның сәлемін жеткізуге бөлмеден шығып кетті.